Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7000-ға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде аңсаған сәби бағдарламасы және мен Аяулым Берікболқызы. Бүгін сіздермен ерлер бедеулігі және белсіздігі мәселесін қарастыратын боламыз. Осыдан 3 жыл бұрын қатты ДТП-ға түскен болатын. Негізі өзім Қаскелең қаласында мейрамхананың администраторымын, жетекшісімін. Сол ДТП-ға түскеннен кейін ұрпақ болмай қалды. Яғни сперма шықпайды. Қандай жағдай болмасын, ұрықтарын тауып, операциялық жолмен болсын, ем шаралары арқылы болсын, ұрықтарын алып, экода біз оң нәтиже көріп жатырмыз. Әуелі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. ИРМ клиникасының білікті уролог-андролог маманы Ерік Қайыпбергенұлы және өзінің сұрақтарына жауап алғысы келетін біздің Қайрат есімді қонағымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қайрат Омаров 3 жылдан бері әке атануды армандап келеді. Жас отағасы ерлер бедеулігі деген диагноз қойылғанына қарамастан бала сүю үмітін үзбей студияға келіп отыр. Алғашқы сұрағымызды құпия қонағымыздан сұрайық. Қандай мәселемен сіз бүгінгі бағдарламаға келіп отырсыз? Кезінде негізі осыдан 3 жыл бұрын қатты ДТП-ға түскен болатын. Негізі өзім Қаскелең қаласында мейрамхананың администраторымын, жетекшісімін. Сол ДТП-ға түскеннен кейін ұрпақ болмай қалды. Яғни сперма шықпайды. Неше жыл некедесіз? 3 жыл болды. 3 жыл болды. ДТП-ға негізі түспес бұрын бәрі жақсы болатын, бәрі ойдағыдай болатын. Сол ДТП-дан кейін бай деп ой болды. Негізі больницаларға барған кезде, ауруханаларға әр жерде, платный поликлиника барған сайын, әр жерде әртүрлі пікірлерді айтады. Диагноздары салыстыратын болсақ, врачтардың айтуы бойынша бір-бірлеріне сәйкес келмейді. Мүлдем сәйкес келмейді. Кейбіреулер айтады, Кореяға бару керек дейді, кейбіреулер Германияға бару керек дейді. Енді бір жағынан ол деген бәленбай қаражат енді. Сонда сізге ерлер бедеулігі диагнозы қойылды ғой? Иә. Емдеу шараларын өткіздіңіз бе? Иә. Нәтиже көрмедіңіз. Уролог-андролог мамандарға бардыңыз, иә? Бардым. Көп жерлерге бардым, шыны керек. Ерік мырза, сіз осы Қайраттың мәселесіне қалай деп жауап берер едіңіз? Сіздің жағдайда бір көрінетін көрініс, ол тек омыртқа жұлыны мен нервпен байланысты секілді. Өйткені алдында ДТП-ға дейін ұрығыңыз жақсы өз кезегімен қалыпты шығып жүрген болса, ал ДТП-дан кейін сізде нейрогенный мочевой пузырь дейді, ретроградный эякуляция болып кетуі мүмкін. Өйткені нерв өзінің қызметін жасамай, қуықтың мойнына керек кезінде қатты қысылып, ұрықты далаға шығармай қояды. Және ол шығып жатқан ұрығыңыз қуықтың ішіне кетіп қалады. Бұндай жағдай бізде кездеседі. ДТП-дан кейін, травмадан кейін және сахарный диабет кезде көп кездеседі. И біз бұндай жағдайларда өзінің ұрығын алып, эко жасанды ұрықтандыру жасап жатырмыз. Одан туылған балалар өте көп. Қазіргі таңда ерлер бедеулігі қарқынды дамып келе жатыр. Сол мәселесі бойынша себептері неде? Ерлер бедеулігіне алып келіп жатқан себептер өте көп. Бұның қазіргі таңда 45% ол ома ағзаларының тамырларының кеңеюі болса, варикоцелия болса, ал басқа да 15-20%-на ол ұрық шығу жолының қабыну процестері, инфекциялар және де психологиялық жағдайлар өте көп кездесіп жатыр.
Және туыла пайда болған ақаулар осы ер азаматтарымызда кездеседі. И қазіргі таңда бұл мәселемен біздің клиникада өте жақсы күресіп келе жатырмыз. Қандай жағдай болмасын, ұрықтарын тауып, операциялық жолмен болсын, ем шаралары арқылы болсын, ұрықтарын алып, экода біз оң нәтиже көріп жатырмыз. Қайрат мырза, сізде жалпы не себептен осындай ақауға ұшырадыңыз, соны сізге жеткізіп айтты ма? Мысалы, уролог мамандарға бардыңыз, ем алдым дейсіз. Білмеймін, осы мәшинені айдаған кезде жаңағы үнемі қатты айдағанды ұнататынмын, жылдамдықты жақсы көретінмін. Трассада жоқ дегенде ол кейде түн ортасы болатын. Жоқ дегенде где-то бір 150-160 километр шақырым жүріп баратқан кезде байқаусыздан жаңағы дальный қараматып келатқан мәшине дальний қосып қойған. И сол көз ауырып кетті да, өзім зрением нашар ғой. Көзім ауырып кеткеннен кейін жаңағы дұрыс көрінбеді да, и рульмен ойнай бастадым. И ойнай бастаған кезде столбыға бірақ кірдім. Әйеліңіз репродуктолог маманға қаралды ма? Иә, қаралдым. Қараған кезінде олар өздері де түсінбей қойды, вроде бәрі сап-сау ғой дейді. Әйеліңіз репродуктолог маманға қаралды ма? Әйелім ба? Иә, қаралды ғой. Сізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жаңағы ДТП-дан кейін, больницаға түскен кезде сізге қандай ем шаралар жасады, және қуығыңызға зәр шығаратын катетер салды ма сол уақытта? Мен ДТП-ға түскен кезде бірден травматологияға жатқызды. Ота еш нәрсе жасаған жоқ, тек қана жамбасты орнына салып берді, иығымды орнына салып берді. Бетті аузым бәрі жара болатын ол кездері. Бәрі сол есімде, прям қан деген кәдімгідей ағып, прям жара болатын. Бұлай қуыққа, ояққа қарай барған жоқ. Және неше уақыт больницада жаттыңыз, одан кейін жаңағы жыныстық өміріңізге қашан оралдыңыз? 10 күнде жаттым больницада, 10 күннен кейін выписка берді. Сосын үйде где-то 2,5 аптадай жаттым да, и бірден жұмысыма қайтадан оралдым. Себебі ол кездері қиын болатын. Қаражат жағынан қатты қиналған бар болатын. Кредит бар дегенде, ипотека бар. Бізде енді дәрігер болғаннан кейін біздің тікелей мақсатымыз осы жігітке көмектесу ғой. Сол көмектесу барысында сіз туралы бүкіл мағлұмат керек та, қандай бала кезден бастап қандай аурумен ауырдыңыз, белден төмен қарай ер мүшесіне қандай операциялар, оталар жасалды, қандай ем алдыңыз, қандай простатит, инфекция дегендер болды ма, болған жоқ па, травмалар, мысалы ДТП-ға түскеннен кейін ағзаларыңызға травмалар болды ма, болған жоқ па, соның барлығын толыққанды біліп алғаннан кейін ұрығыңызды, шәуетіңізді, спермаңызды бір рет анализге тапсырып көру керек. Даже сізде эрекция болып, жыныстық қатынасқа түсіп, ұрығыңыз шықпай тұрса, оны қай жерге кетіп жатқанын біз анықтау керекпіз. Ол сіздің жалпы аталық безіңізден шығып жатыр ма, ол шыққанның өзінде қай жерге кетіп жатыр, қуыққа обратно кетіп жатыр ма, соның барлығын анықтау керекпіз. Қайрат мырза, сізге уролог-андрологтан ем алғаннан кейін эко әдісіне жүгініңіз деген ұсыныс берілді ме сізге? Жоқ. Табиғи жолмен өздеріңіз сәби сүйе аласыздар деп айтты ма? Иә. Бірақ 3 жылдан аса әлі жүктілік жоқ. Дәрігер бәрін жазып берді, уколдар жазып берді. Енді жамбасқа ауырып тұрған жамбасқа енді укол салған, қатты ауыратты. Дәрі пайдаланбадым, шыны керек.
Ерік мырза, сіз айтсаңыз, біздің кейіпкеріміздің жағдайында қандай ем-дом жүргізу керек? Мүмкін эко әдісіне жүгіну керек, репродуктолог мамандармен бірге бірлесе жұмыс істеу керек. Қалай ойлайсыз? Бұл жерде егер кейіпкеріміз өзі табиғи жолмен ұрығын шығарып, болашақта табиғи жолмен бала сүйгің келеді десе, онда урологтар, андрологтар маманымен бірге невропатолог, физиотерапевт мамандары бірге жұмыс жасау керек. Өйткені жаңағы қуықтың мойнын жұмыс істету керекпіз, сол жерге стимуляция жасау керек. Чтобы шығып жатқан шәуеті қуыққа қарай кетіп қалмас үшін. Ал егер енді қазір осы уақытқа дейін 3 жыл өтті ғой отбасында, тезірек бала сүйемін десе, онда міндетті түрде экоға жүгіну керек. Өйткені қазіргі таңда біз сіздей пациенттерге көмегімізді беріп жатырмыз. Ұрықтарын алып жатырмыз, оны көп мөлшерде қатырып қойып жатырмыз болашақта. Және де сол алып жатқан ұрықтармен эко арқылы жүктілік алып жатырмыз. Әйелдерде мысалы ұрықтары қанша бар сонша береді. Артық нәрсе бізге бере алмайды. Дәрімен мысалы оның сапасы біз көтере алмаймыз. Мысалы ал ер азаматтардың ұрықтары шәует анализдердің ішіне әрине. Егер ешқандай генетикалық себептер болмаған соңына әрине оны дәрімен, емамен оны сапасы көтеруге болады. Бұл жігітте қандай диагнозды ойлап тұрсыз деген сұрақ туындауы мүмкін сіздерде. Бізде урологияда ретроградная эякуляция деген диагноз бар. Ол көп жағдайда травмадан кейінгі жағдайда болады, және бағана айтып кеткен сахарный диабет кезінде болады. Сол ретроградная эякуляция кезінде өзі анализ тапсырады, және оргазм испытывать еткеннен кейін зәрін бізге лабораторияға өткізеді. Сол зәрдің ішінен сперматозоидтар, тірі сперматозоидтар көрінсе, онда оны болашақта жинап алуға болады. Ал эко барысында, эко программасы барысында біз қуыққа міндетті түрде физраствор енгіземіз. Өйткені зәрде сперматозоидтар тез өліп кетеді. Ал физрастворды енгізгенде бізде 10-20 минут уақытымыз болады сперматозоидтарды, тірі сперматозоидтарды өзімізге алып алуға. Ал біздің кейіпкеріміз аңсаған сәби бағдарламасына үміткер бола ма? Міндетті түрде, ертең күні біздің орталыққа келіп ұрығыңызды тапсырып, жаңағындай әдіспен ұрығыңызды қатырып қойып жатсақ, онда міндетті түрде аңсаған сәбимен мүмкіндік бар. Жалпы сіздер енді өзіңіздің жұбайыңызбен бірге әрі қарай эко мақсатымен жүкті болуды жоспарласаңыздар болады. Жаңағы уролог-андрологымыз да сіздерге ұсынып отыр. Ерік мырза, сізге келесі қоятын сұрағымыз, жалпы қандай жұқпалы инфекциялар осы ерлер бедеулігіне алып келіп жатыр қазір? Жұқпалы инфекцияның түрі өте көп. Ол біздің ер азаматтарымызға айтарым болар. Инфекцияны жұқтырған моменттің өзінде көп жігіттер бізге ем алуға, тексерілуге келмейді. Соны ұзартып алғаннан кейін, ол инфекция бір жерде отырып, өзі далаға шығып кетпейді ғой. Ол арғай өршіп, өрбіп, ұрық шығатын жолдың барлығын бітеп тастайды. Сол кезде өкінішке орай бізде ер азаматтардың өздігінен сперматозоидтары далаға шықпай қалады. Бұл обструктивті форма дейді азоспермияның. Және бұл жағдайда да біз ота арқылы көмегімізді беріп жатырмыз қазіргі таңда. Ал қандай ота жүргізесіздер? Инфекцияның түріне келсек, ол ең жамандары гонорея, трихомонада, сифилис, хламидиоз деген өте қауіпті инфекциялар бар. Егер оларды дер кезінде анықтап, дер кезінде емделсе, оның барлығынан жоюға болады. Қазіргі таңда ЕРМ клиникасында микрохирургиялық операцияларды жүргізіп жүр екенсіздер. Солардың тиімділігі жөнінде айтсаңыз. Микрохирургиялық ота біздің Қазақстанда 2012 жылдан бастап дамып келе жатыр. Содан бері біздің орталықтың өзінде 10 мыңға жуық операция жасалды. Жылына ма?
жоқ, осы уақытқа дейін 10 жылдың ішінде 11 жылдың ішінде 10 мыңға жуық операция жасалды. Сол операциялардың статистикасын қараған кезде микрохирургияның эффективності өте жоғары болып шықты. Енді біз микрохирургияны қай уақытта қолданамыз? Жаңағы айтқан варикоцелия бізде 45% жағдайда ер азаматтарымыздың сперматозоидтарын нашарлатып жібереді. Сол уақытта біз микрохирургиялық ота жасап, жаңағы кеңейген тамырдың көзін жоямыз. Сол ұма ағзаларында температурасын реттеу арқылы аталық бездегі сперматогенез процесін орнына келтіреміз. Және де бізде ең ауыр диагноз ол азоспермия, сперматозоидтың мүлдем шықпай қалуы. Сол жағдайда біз тексере келе оны екіге бөлеміз. Ол ұрық шығу жолы бітелген, жаңағы айтылған травмасы бар, инфекциялар бар, инфекциялардың асқынулары бар, және де ұрық шығу жолының туыла пайда болған дамымай қалуы деген диагноз бар. Сол уақытта біз осы микрохирургия арқылы 80-90%-ке дейін сенімділікпен барып, ұрықты тауып, көп мөлшерде алып, оны заморозка жасаймыз, крио жасаймыз және экоға қолдана аламыз. Ал екінші азоспермияның необструктивный түрі ол өте ауыр диагноз. Бұл жағдайда біз операцияға барғанның өзінде пациенттерімізге тек 50-50 деген мүмкіндікпен барамыз. 50-50 шансымен барамыз. Осы азоспермия туралы айтып жатырсыз қазір. Қаншалықты қарқынды дамып келе жатыр Қазақстан елімізде? Бізде енді әлемде болсын, Қазақстанда болсын, ерлі-зайыптылардың арасында 50% ер азаматтар тарапынан болып келеді. Ухудшение качества мужского репродуктивного здоровья связано с такими факторами, как стрессы, вызванные глобализацией и техническим прогрессом. Неблагоприятная экология, употребление в пищу полусинтетических и субпродуктов, нарушение правил питания, алиментарное ожирение, приводящее к сахарному диабету, и бесконтрольное использование гаджетов, которые влияют на физиологические процессы сна. Жалпы ерлер бедеулігі, иә? Ал ерлер бедеулігінің ішінде азоспермия қанша пайызды құрайды? Азоспермия қазіргі таңда 12%-ді құрайды. Осы азоспермиямен аңсаңасаға би бағдарламасына үміткер бола ала ма? Міндетті түрде. Жаңағы обструктивті түрінде біз 80-90% сеніммен ол ұрықты табамыз деген диагнозды қоямыз. Сол отасын жасап, сперматозоидтарын алып, қатырып қойғаннан кейін, сол протоколмен біз комиссия мүшелеріне жібереміз. Комиссияның көздері жеткеннен кейін, ұрық қатырылғанын көріп, және де ота жасалғанын көріп, аңсаған сәбиге міндетті түрде үміткер бола алады. Жалпы ерлер бедеулігі емделе ме? Ерлер бедеулігі деген ол үлкен ұғым, жалпы ұғым. Және бұл ерлер бедеулігіне алып келетін неше түрлі себептер бар. Сол себептердің бірі ол ерлердің белсіздігі. Жыныстық қатынасқа қауқары болмай қалу. Ол енді жас жігіттеріміздің арасында ол психологиялық тұрғыдан және қабыну, ұрық шығу жолы, простата, уретра барлығы қабыну кезінде және де кейбір оталардан кейін осындай белсіздікке алып келетін жағдайлар болады. Ал 50-ден жоғары қарай ол енді физиологиялық жыныстық қатынасқа түсе алмай қалу деген көрсеткіштер бар. Және де осыған алып келетін көптеген артериальный гипертензия, постоянно артериясы жоғары деңгейде жүріп, ол артерияны давлениені түсіретін дәрілерді көп мөлшерде қолданса, және психотропты дәрілерді көбірек мөлшерде қолданса, именно осындай белсіздікке алып келеді. Ал белсіздікке ұшыраған ер азамат ол ешқашан жыныстық қатынасқа толығымен түсе алмайды.